Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 120 бетіндегі тапсырманы орындайтын боламыз. Our world, біздің әлем. Exercise number 27. Listen and read. When are the Kayf festivals in the UK and in Kazakhstan? Тыңда және оқы. Британияда және Қазақстанда батпырауық ұшыру фестивалі қашан өтеді? Сол сұраққа жауап беруіміз қажет. Ол сұраққа жауап беру үшін төменде тұрған екі мәтінді оқып шығайық. Ал бастайық. The Portsmouth International Kite Festival in August is one of the best kite festivals in the world. Портсмут халықаралық батпырауық тамыздағы фестивалі әлемдегі ең жақсы батпырауық фестивальдарының бірі. It takes place in an open area close to the sea. Ол теңізге жақын, ашық жерде өтеді. There are lots of colorful kites to see and even a chance to buy one of you want. Көрге болатын түрлі түсті батпырауықтар көп. Ал қаласаңыз сатып алуға мүмкіндік бар. There are also activities for all the family, including a children's kite workshop. Сондай-ақ барлық отбасына арналған іс-шаралар бар. Соның ішінде балалар батпырауық шеберханасы да бар. The Portsmouth International Kite Festival takes place on Saturday and Sunday, so make sure you don't miss a great day out. Портсмут халықаралық батпырауық фестивалі сенбі және де жексенбі күндері өтеді. Сол себептен тамаша күнді жіберіп алмағаныңызға көз жеткізіңіз. Енді екінші мәтінді оқитын боламыз. The International Kite Festival in Nur-Sultan is in July, and it is a great day out for all the family. Нұр-Сұлтандағы халықаралық батпырауық фестивалі шілде айында. Бұл бүкіл отбасы үшін тамаша демалыс күні болып табылады. The festival takes place behind the Astana Music Hall, close to the Есіл River. Фестиваль Астана Music Hall ғимаратының артында, Есіл өзеніне жақын жерде өтеді. At the festival, you can see some amazing kites that look like walrus, owls and crocodiles. Фестивальде киттерге, үкілерге, қолтырауындарға ұқсас таңғажайып батпырауықтарды көре аласыз. There are also kite building classes and kite masters who show children how to fly a kite. Сондай-ақ батпырауық жасау сабақтары мен балаларға батпырауық ұшыруды көрсететін батпырауық шеберлері бар. The International Kite Festival is the perfect way to spend a summer's day with the family. Халықаралық батпырауық фестивалі жазғы күнді отбасымен өткізудің тамаша тәсілі. Енді бізде тапсырманың басында сұрақ берілген болатын. Ұлыбританияда және Қазақстанда батпырауық ұшыру фестивалі қашан өтетіндігін жазу қажет. The Kite Festival in the UK is in August. Ұлыбританиядағы батпырауық фестивалі тамыз айында. The Kite Festival in Kazakhstan is in July. Қазақстандағы батпырауық фестивалі шілде айында өтеді. Exercise number 28. Draw a kite. Compare it to your friends. Тапсырма бойынша батпырауықтың суретін салу қажет. Сол батпырауықтың суретін досыңыздың батпырауығының суретімен салыстырасыз. Мысалы, my kite has got a longer tail than your kite. Менің батпырауығымның құйрығы сенің батпырауығынан ұзынырақ. Және де бізде сөздер көрсетілген, сол сөздерді пайдаланып сипаттасаңыздар болады. Long tail, ұзын құйрық, big, үлкен, bright, жарқын, funny, күлкілі, nice, жақсы. Мысалға, былай жазсаңыздар болады. My kite is funnier than your kite. Менің батпырауығым сенің батпырауығына қарағанда қызық. My kite is bigger than your kite. Менің батпырауығым сенің батпырауығына қарағанда үлкен.